Қалалар, далалар, тарихи жерлер мен мұражайлар. Осының барлығы өмір тамаша арнасында. Мына мен келе жатқан жер ескі Бұхара. Кишлактың ішімен келе жатырмын. Армысыздар достар, біз сонау 17-19 ғасырда салынған, бүгінде мұражайға айналған Бұхара еврейлерінің үйінде тұрмыз. Это последняя династия, которая правила. Потом эмир Алим-хан, они убежали в Афганистан. Мұражайдың галереясына Бұқара әмірлігінің соңғы билеуші династиясы Маңғыттан шыққан әмірлердің суреттері ілінген. А вот это вот вклад, значит, такой же. И это вот границы. Вот, посмотрите. Мына картада Бұхара әмірлігінің жер аумағы түсірілген. 1920 жылы әмірлікке большевиктер соққы беріп, соңғы әмір Сейд Алим-хан Ауғанстанға қашады. Осылай әмірліктің тарихы аяқталады. Сөрелерге иврит тілінде басылған бірнеше кітаптар қойылған. О чем эта книга? Дали нам книги. Я тоже не знаю, даже не написано, в каком году это. Узбек совет энциклопедия. Эти не новые. Ага. Да, энциклопедия в советское время вышла. Старинный диван, 25-й год. Сондай-ақ бұл жерде еврей халқының көрнекті тұлғаларымен танысуға болады. Бұл Малка есімді бойжеткен. Ал мынау үйленгелі тұрған жас күйеу. Они жили во время правления эмира Алим-хана. Ага, самая богатая семья. Бұқара еврейлерін өзге еврейлерден ерекшелеп тұратын олардың ұлттық киімдері. Көріп тұрғандай, өзбек пен тәжік халықтарының ұлттық киімдеріне өте ұқсайды. Это все используется для стен. Ертеде басты кәсіптері қолөнер бұйымдарын жасап сату болған. Сондай-ақ жібекті бояумен тек қана еврейлер айналысқан. Если хотите чай, вот, пожалуйста. А это узбекский чай? Это узбекский, это обычный чай. Бұл жерде келушілерге ілтипат ретінде тәттілер мен шай ұсынылады екен. Еще ролик есть у нас. Вот Абрам Борисович рассказывает здесь, какая семья жила. И вот в одном из старинных домов бухарских евреев Исмаиловых. Исхаков Авраам Борисович Бұхара қаласындағы еврей қауымының төрағасы. Ары қарай 250 жылдық тарихы бар жертөлеге түстік. Мұнда ескі есіктер сақталған. Кейбіреуінің жасы 200 жылдан асады. Мектептің есіктерін әдейі төмен етіп жасаған. Оның сыры оқушы табалдырық аттағанда иіліп сәлем беріп кіру үшін. Мына сандық қыз жасауына берілген. А вот это вот дерево, карагач называется, это как бы каменное дерево. Көне еврей террасасында тұрған қарағаш ағашынан жасалған мына бағанға 2,5 ғасыр толыпты. Жалпы кешенде 5 көне үй бірігіп тұр. Мұнда ауқатты еврейлер өмір сүрген. Оны безендірумен қабырғаларының биіктігінен де байқауға болады. Это вот, знаете, рисунки, орнаменты вручную. Это все старое, только краски новые. Ага, реставрировал, да? Да. Там же говорили. Это одновременно было построено со синагогой. Синагоги тоже 400. Мына ғимаратқа 4,5 ғасыр толыпты. Біз көрген ғимараттардың ең көнесі десек те болады.
декорация, вот эти все оригинальные остались. Бүгінгі таңда Бұхара еврейлерінің көпшілігі Израильге, ақш-қа, басқа да шетел елдеріне қоныс аударған. Бұл керемет сәулет ансамблі Бұхар еврейлерінің тарихын бойлауға жақсы жол ашады. Көне Бұхарадағы көптеген үйлерден осындай қолөнер бұйымдарын сатып алуға болады. Достар, біз осы түсірілімнен кейін еврейлердің синагогасына соқтық. Алайда ол сол күні жабық екен. Бұл видео ұнаса арнаға жазылып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен Айнұр өмір тамаша арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.